Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше дәмді, ауызға салсаң еритін, өте тез дайын болатын, ең бастысы ешқандай оқтаусыз және мұздатқышқа қамырды салып жатудың қажеті жоқ. Өте тез дайын болатын медовый торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін көріңіздер және де каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Каналымда әркез жаңа әрі қызықты, тез дайын болатын тағамдармен бөлісіп отырамын. Ең алдымен ыдысымызға балымызды құямыз. Ыдыстың шеті осындай биіктеу болғаны жақсы. Мен осындай қазанға салып, асты орташа отта балымды қыздырып алдым. Бал осылай қызып, ерігеннен кейін үстінен ас содасын саламыз. Бір шай қасық ас содасын саламыз. Ас содасына ештеңе қоспайсыздар, бірден сала беріңіздер. Бізде табиғи бал болғандықтан ешқандай да соданың дәмі шықпайды. Қазір бал мен біздің содамыз реакцияға түсіп, көпіршіктеніп, көлемі біршама ұлғаятын болады. Енді үстіне сармаймызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Сармаймыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Осылай еріп, түсі қоңырқай түске енгенше араластырып отырыңыздар. Жақсылап араластырып, түсі қоңырқай түске енгеннен кейін осындай қызғылт қоңыр түске енеді. Сол кезде газ отымызды астын өшіріп, әзірге суытып қоятын боламыз. Әзірге балымыз суығанша бөлек ыдысқа 4 жұмыртқамызды жарып, үстінен шекерімізді салып, барлығын жақсылап, венчиктің немесе миксердің көмегімен араластырып аламыз. Жақсылап шекеріміз еріп, жұмыртқамыз бен шекеріміздің түсі осындай ағарыңқырап, көлемі үлкейгенше араластырып алатын боламыз. Осылай жақсылап араластырып алғаннан кейін үстіне балды массамызды суытып қосамыз. Міндетті түрде суытып қосыңыздар, себебі бізде мұнда жұмыртқа шикі болғандықтан жұмыртқамыз бал ыстық болса пісіп кетуі мүмкін. Сол себепті суытып барып қосыңыздар. Жақсылап венчиктің көмегімен тағы да араластырып аламыз. Барлығын біркелкі масса болғанша осылай араластырып аламыз. Енді кезекте үстіне електен өткізе отырып, онымызды салатын боламыз. Міндетті түрде електен өткізіңіздер, арасына ауа кіріп, жақсы көтерілетін болады. Осылай аз-аздан қоса отырып, араластырып отырып қоссаңыздар болады, немесе мен сияқты осылай бірден қосып жіберсеңіздер де болады. Барлығын венчиктің көмегімен жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып алыңыздар. Миксердің көмегімен де араластырсаңыздар болады. Жақсылап біркелкі қылып араластырыңыздар. Арасында ешқандай түйірші, комочек қалып кетпейтіндей біркелкі масса болсын. Қамырдың қоюлығы видеодағыдай болуы қажет. Осындай қоюлықтағы қамыр дайындап аламыз. Дайын болған қамырымызды пергамент қағазына 1,5 шөміштен салып, осылай үстінен ұнды себе отырып, қолдың көмегімен біркелкі етіп, қалаған формада пішінде үлкейтіп аламыз. Мен осындай домалақ пішінде үлкейттім. Қалауыңызша 4 бұрышты қылып жайсаңыздар да болады. Осылай қолдың көмегімен жұқалау етіп жайып шығатын боламыз. Қамырымызды осылай тегістеп жайып алғаннан кейін пергамент қағазымен бірге көтеріп противнімізге салып аламыз. 180 градус қызып тұрған пеште 5-6 минут шамасында қызартып пісіріп аламыз. Келесі қамырларымызды да дәл солай 1,5 шөміштен құя отырып, үстінен ұнымызды сеуіп, қолдың көмегімен бір тегіс етіп жайып шығатын боламыз. Достар, егер бұрын-соңды менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, каналымның дамуына үлес қосып кетсеңіздер екен деймін. Лайк басып, комментарий қалдырып, мені қуантатын боласыздар. Алдағы уақытта сіздер үшін керемет рецептермен бөлісіп отыратын боламын. Бізде осындай 5 корж шығады. 5 коржымыз да дайын болды. Енді қамырын байқасаңыз, өте жұмсақ болып шығады, және де эластичный болады. Ешқандай да сынып, үгітіліп қалмайды. Өте керемет болып шығады. Дайын болған корждарымыздың шеті тегіс болу үшін осындай кез келген заттың көмегімен тегістеп алатын боламыз. Мен осындай қақпақтың көмегімен тегістеп алдым. Шетіндегі корждарымызды тастамаймыз, олар бізге әсемдеуге қажет болады. Осындай жұмсақ, кереметте қамыр пайда болады. Барлығын осылай кесіп дайындап алғаннан кейін кремін дайындауға кірісеміз. Креміне мен осындай үйдің қолдың қаймағын алдым. Кез келген 20% қаймақты ала берсеңіздер болады. Міндетті түрде, бірақ 20%-дан жоғары қаймақ болғаны жақсы. Үстінен осындай сгущенкамызды салып аламыз. Вареный сгущенканы ауыстырсаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Бұл крем дәл осы қатып қалған қағазда жоқ. Кез келген
қайнатпалы крем немесе крем-чиз, кез келген медовый тортқа арналған кремді қолдана берсеңіздер болады. Кремді қалауыңызша ауыстыра беруге болады. Осындай біркелкі етіп жақсылап араластырып алдым. Енді кремімізді жаға отырып тортымызды жинайтын боламыз. Әр коржымыздың үстіне 3 ас қасықтан сала отырып, осылай біркелкі тегіс етіп жағып шығатын боламыз. Барлық 5 коржымызға да дәл осылай қайталап шығатын боламыз. Кремдеріміздің барлығын осылай толығымен жағып болғаннан кейін, ең үстіне де дәл солай толық жағып, шет-шеттеріне де жағуды ұмытпаңыздар. Шетінің барлығына осылай кремімізді тегістеп жағып шығатын боламыз. Осымен тортымызды жинастырып болдық. Енді қалауыңызша семдеуге болады. Мен осылай жаңағы шетінен шыққан корждарды блендерден өткізіп, сол корждарымызды сеуіп шықтым. Осындай классикалық ең қарапайым түрімен әсемдеп шықтым. Мінекей осымен біздің тортымыз толығымен дайын, өте дәмді, өте керемет болады. Тортты кеспес бұрын міндетті түрде тоңазытқышқа 3-4 сағатқа қойып алыңыздар. Сол кезде торттыңыздың кремінің барлығы сіңіп, тортыңыз ауызға салса еритін, өте жұмсақ болады. Осындай ораза уақытында аз ғана күшіңізді жұмсайтын, әрі тез дайын болатын осындай кереметті тортты ауызашарға жасап көріңіздер. Сіздерге видеорецепт ұнайды деген ойдамын. Астарыңыз дәмді болсын, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Сіздермен болған арайлым баршаңызға рахмет.